Не қылды? Не қылғанда ереже бұзып тұрсыз ғой сіз. Түсінбедім, не дейсіз? Талғар қаласы ғой? Иә, Талғар қаласы. Ровода, иә? Аға, Ровоның алды. 27-сі 16-16. Талғар аудандық полиция басқармасы. Автокөліктерім 823 Дмитрий Константин 05 автокөлігі. Лобовой жар. Подзнак 327 біріншіден. Екіншіден жаяу жүргіншілерге арналған өткелде орналасқан көлік құралы. Мына автокөлік Камри автокөлігі. 202 Сергей Александр Роман 05. Және боковой терезесі күңгірттенген болуы мүмкін. Одан бөлек 515 лобовой тоже трещина. При этом антибликпа не қойбаған, терезесіне жабыстырылған. Көрініп тұр. Көздерлары көрініп тұр. Боковойда тонированный. Боковой айнасы жоқ. Одан кейінгі Hyundai автокөлігі. Қиылысқа дейін 30 метр, қиылыстан кейін 30 метр қиылыс мынау. Көлік құралдарын қоюға тыйым салады. 0.35 бол дейді. Жили автокөлігі де тоже самый. Жалпы мынаның барлығы нарушениемен. Кстати, жол белгілері мынауда 327 орналасқан. Мынауда 327. Маркировкасы барлығы как положено бар артында. Ешкім ойдан кеп орнатпаған. Мына 327, мына 327. Одан бөлек 1.4 разметкасы бар. Камри автокөлігі, на мой взгляд, терезесі күңгірттелінген. Мүмкін заводтан да болуы мүмкін, бірақ көре жатырмыз қазір полиция қызметкері келген кезде. А так визуально терезе қараңғы. Ассалаумалейкум. Сіз полиция қызметкерісіз бе? Жоқ. Қазір сіз обслуживать етесіз бе осы вызовты? Біз правый берекпіз. Біз обслуживать етеміз. Қазір бұрынғыдай полиция қызметкерлері автокөліктің мемлекеттік номерлерін енгізіп, планшеттеріне өздері автоматически телефон номерін шығара алмайды. Уалейкум ассалам. Жақсы өздеріңіз сақтап. Сіз де осы вызовты қабылдадыңыз ба? Иә, біз екіншісімен түсіндік. Видео жетоныңыз қайда? Қазір мен патрулькада екіншісімен. Қызмет куәлігіңіз бола ма? Болады. Полиция капитаны Сарманов Арман Бақытбекұлы 29 жылға дейін дейді. Ана автокөлік 515 BMG. Лобовой техникалық регламентке сәйкес келе ма, келмей ма? Сіздерде өлшейтін тоник аппарат бар ма? Берген жоқ. Міндетті түрде Алматы облысы полиция департаментінің назарына жолдаймын осы видеоны. Құрметті департамент басшысы, патруль полиция қызметкерлеріне тиісті құрал жабдық уақытылы беруіңізді өтінемін. Мына жағдайда қазір тонировка ма, басқа ма біле алмай тұрмыз. Алматы қаласы бойынша бұндай моменттер бірден сразу алдын алады. Сіз бұрыннан істейсіз ба осында? Жалпы жол патруль полиция қызметкері Жол ба? патруль полициясына 2 жылда. 2 жылдай? Шамасымен. Сізге прямой міндетіңізге қатысты бір сұрақ қойыншы. Мына 599 автокөлік мемлекеттік номер қандай бап бойынша хаттама толтырасыздар? 590 часть. Да что ты, черт побери, такое несешь? Неправильно парковка. То есть мына барлығы соған кіреді, е? Қазір 590, Атмашта, және Mitsubishi Pajero автокөлігі 515. Сол бапқа сәйкес хаттама толтырылады. Тонировка, е? Жабыстырылған. Ішіне. Не көрініп тұр ғой? Осы басқарманың алдында осындай өрескел ереже бұзушылықтар байқалатын болса, онда заң және тәртіп деген қағида меніңше жұмыс жасамайтын секілді. Себебі басқарманың алдында осындай беспорядок, беспредел. Майор мырза, ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы. Қандай служба? Не қылды? Не қылғанда ереже бұзып тұрсыз ғой сіз? Не ереже? Білмейсіз ба? Мынау официально қиылыс, екі көшенің түйісуі. Ереже бойынша қиылысқа дейін 30 метр, қиылыстан кейін 30 метр көлік құралын қоюға, тоқтауға, тоқтап тұруға тыйым салған. Полиция қызметкер шара қолданыңызшы. Рулеткіңіз қайда? Өлшекте. Мүмкін мынау автокөлік ереже бұзып тұрған жоқ шығар.
қиылыстың түйісуі мынау екі бұрыштан басталады, мына жерде. Яғни мына көшенің асфальты дейік, мына көшенің. Осы бұрыштан былай қарай 30 метр санаймыз. Қанша автокөлік кіреді, сонша автокөлікті хаттамасын толтыруыңызды сұраймын. Мынау сізге өкімет берген жол көлік оқиғасын жолды өлшейтін рулетка ғой, как положено, Жалпы ұзындығы қанша? 50 метр. Отыз метр. Яғни мына Елантр автокөлігімен бізде 4 автокөлік. Иелерін анықтап, әкімшілік хаттама толтырамыз. Мен міндетті түрде зафиксировать етіп алайын. Бүгін 27 март сағат 17:07, мемлекеттік нөмірі 626 377 044 келесі автокөлік, Ки автокөлігі 123. Осы автокөліктердің барлығы ереже бұзып тұр қазіргі уақытта. Біреуге қоңырау шалып отыр. Бұл мемлекеттік номерлерді сіз әкімшілік полиция бөлімшесіне апарып өткізесіз. Жүргізушілерге қандай жағдайда қайтарылып беріледі? Тек айыппұлын төлеген жағдайда. Айыппұлын төлейді. Басқа да айыппұлдар болса? Басқа айыппұлын жол, әкімшілік полиция өздері жол, дальше жұмыс көрсетеді. Біз комиссия бойынша төленбеген штрафтарын төлеткізеді. Былайынан кәдімгідей тап-таза болып қалды. Полиция мырза, енді мына жаққа қарай кірсек. Ол қазір болмай аттаймыз көрінеді. Мына жерден қарасаңыздар, мына ауасы көрініп тұр, қалып кеткен.